ардақты ағайын, қадірлі жерлестер, сіздерді мынау бүгінгі келіп жеткен ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамымен шын жүректен құттықтаймын. Тәуелсіздігімізбен бірге қалыптасқан Наурыз мейрамы жалпы қазақстандықтардың асыға күтетін халықтық мейрамға айналды. Кешегі елбасымыздың болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласында ұлттық кодты сақтау, ұлттық құндылықты, салт дәстүрімізді дәріптеудің осылардың бәрі мынау Наурыз мейрамының сипатынан көруге болады. Наурыз көктемнің осы бір шуағында, шуақты күнінде табиғат қана түлеп қоймай, қоғамның ынтымақтастығы мен бірлігін нығайтатын, молшылықты дарытатын адам баласында жан дүниесі жаңғыра түседі. Ақ мол болсын, ұлыстың ұлы күні Наурыз құтты болсын. Наурыз тойы Қызылқоға ауданында өте үлкен ұйымшылдықпенен, ауызбіршілікпенен, үлкен ұйымдастырушылықпенен өтіп жатыр. Осының бәріне халық риза болды. Тойымыз жақсы өтті. Барша Атырау халқын, барша қазақстандықтарды бүгінгі Наурыз мерекесіменен шын жүректен құттықтаймын. Наурыз мерекесі елімізге бірлік әкелсін, жақсылық әкелсін, ырыс әкелсін, бақыт әкелсін, ауызбіршілік әкелсін, еліміз тыныш, жұртымыз бақытты болғай деген тілек айтқым келеді. Желбіреп тұрған байраға, тәуелсіздіктің айғағы, қаншама елдің аударған назарын. Бақытың бастан таймады, бұзылмай елдің қаймағы, күн өткен сайын жайнады қазағым. Туған ел, шарықта қамықпа, қырандай халықта ұлы ел. Шарықта қамықпа, қырандай халықта. Ақжаулық таққан анасы, ақиқат айтқан данасы, қазақы жұртым қадірлі қайманам. Қораған жерде бабасы, тәуелсіз елдің баласы, шырқап жүр бүгін қарашы сайран ел. Туған ел, шарықта қамықпа, қырандай халықта ұлы ел. Шарықта қамықпа, қырандай халықта. Биылда Наурыз тойы өтіп жатыр. Жақсы шаралар өтті, жақсы болып осы мынау ауа райына қарамай жақсы өткізді. Ол енді бәріміз де ризамыз. Жаңа жылымыз құтты болсын дегім келеді. Той тойға ұлассын.